Ханем, бізде мындай тіш құйтын бар. Иә, керемет нәрсе. Яс, осымен тіш құйыз. Жоқ, оны қағазын былай жырту керек. Абай, көрдіңіз ба, ішінде ағаш бар. Күшті ма? Мынауың керемет қой. Керемет. Мынаны қара, біз деген шақпен тазалап жүрсек Ыңғайлы. ыңғайлы екен, а? Күшті болсын. Ғажап дүние мынау. Осыны сендер шығарған шығарсыңдар, Жоқ, бұны біз шығарған жоқпыз. Бұны қытайлықтар шығарды. Сонда мынаны да сендер шығармайсыңдар ма? Біз бұны да шығармайды екенбіз. Сонда не шығарасыңдар сендер? Біз Димашты шығардық қой біз. Біз Димаш шығардық. Не ол Димаш деген? Әнші, Димашты әлемге шығардық. Жоқ. Не болды? Оны қытайлар шығарды. Иә, олар. Тоқта. Қалай біздің Димашты қытайлар қалай шығарады? Бізде жалпы Қазақстанда бір-бірімізді мойындамаймыз. Шетелге шықса ғана мойындаймыз. Сол Қытайға барған кезде қытайлықтар бізге мойындатқызып жіберді. Одан кейін біз оны Димаш деп жүрміз да. Жалпы сондай бізде. Сыртта жүрсең, сыйлысың, үйде жүрсең, сайқымазақ бірнәрсе, жаңағы шегіртке дейді, бірнәрсе дейді. Сонда сендер ештеңе шығармайсыңдар ма? Біз Ханем, кешіріңіз, біз ешнеше шығармаймыз. Біз бар ғой, біз мынаны да шығармаймыз, мынаны Душанбе, Тәжікте шығарады. Мынаны өзбек бауырларымыз алып келеді. Біз бар ғой, рахаттанып жеп жүрген Қазақстан шоколадын соны да қазір шығармайтын болдық. Оны кімдер шығарып жатыр? Лименқолар. Онда біз несіне соғысып жүрміз? Несіне мына ел болып біріктік? Не күтіп жүрсіңдер сендер, а? Қой үстіне бозторғай жұмыртқаларын күтіп жүрміз ғой. Жақында келеді екен. Жұмыртқаласа біз күшті көте ма деп отырмыз. Балам, егер сендер мынандай таяқ шығара алмасаңдар, бозторғай келмейді. Қалай? Түсіндік аға. Енді үшеуміз Атилаға барамыз. Біз барамайтын шығармыз Нұрлан аға. Неге? Қызық емес па не? Жоқ, қызық қой, бірақ осындай ұлы көшпенділердің ұрпағы Мадина Америкаға кетіп бара жатыр. Қоштасып үлгерейікші.